Бәріңе сәлем достар. Спортқа қызығушылығы бар адам өз командасын уайымдап, бірге жылайды, бірге күледі. Әр секунд сайын спортта неше түрлі нәрселер болып жатады. Адамдар бір-бірімен немесе қарсыласымен жарысады. Бірақ спорт әлемі бір жеңіліс немесе бір жеңіспен біте салмайды. Кейде спортшылар көрермендерге күлкі болып қалатын кездерде болады. Осыған қарамастан, спортшылар қарапайым адамдар. Бүгінгі видеода мен ұмытылмас күлкілі видеоларды дайындап қойдым. Ал ендеше видеомызға кеттік. Доптың қайда барарын және қайда ұшуын айту қиын. Бір кезде допты теуіп қаласын, ол айдалаға ұшады. Бірде қарап қалсаң допты түгі қалмайды. Және өз қақпасына кіргізіп алатын жағдайлар болып тұрады. Футбол комментаторы өз күлкісімен мынандай жағдайды өз мансабында бірінші рет көрген мойындап тұр. Әрине, оны түсінуге болады. Комментатордың мансабы жоқ, және бізде оны көрмегенбіз. Роберт Сентнердің қателігі секілді жағдай болса, бізде күлер едік. Әркімде ондай жағдай болып тұрады. Футболшылардың тойлау әдістерін және актерлік шеберлігін бәріміз дәл қазір білетін шығармыз. Ал біз неге сол сәтте Оскар сыйлығын бермегенін білмейміз. Сіз мынаны қараңызшы. Немістік Герц құрамасының ойыншысы допты қолымен ұстап теуіп жүрді. Оны түсінуге болады ғой, міне қызығы. Боруссия ойыншысын жайдан-жай кінәлай салды. Оскар сыйлығын қалай бермейсің? Балалар нағыз жанкүйерлер десек қателеспейміз. Олардың жеңгенде қалай қуанатынын немесе жеңілгенде қалай жылайтынын байқаған шығармыз. Мына бала өзінің сүйікті ойыншысының қолын алды. Ол үшін ол өте үлкен сыйлық. Оған оның қолының ауырғаны қызық емес, ал басқа ойыншылар жұмсақ екен. Аңыз адамдардың айтуынша, хоккей жындылардың орны емес. Бірақ хоккей ойыншылар өте агрессивті, бір орында шыдап тұра алмайды. Жеңіліп жатқанына шыдамай, соның кесірінен өз командаласын саусақсыз қалдыра жаздады. Қарап тұрғандарыңыздай саусағын жоқ қылып жібергендей. Біз сіздерге мынаны қараңыздаршы деуден шаршамаймыз. Мынаны қараңыздаршы. Дәл қазір сіздер ең қызықты кірген шайбаны көретін боласыздар. Басында түсінбей қалатын шығарсыздар. Жақындатып көрсетейік. Екі командаласта командаларын қорғағысы келіп мынандай жағдайға тап болды. Көріп тұрсыздар ма? Шайба хоккейшінің киіміне кіріп кетті. Және қақпашы доптың қайда екенін білмей өз қақпасын жауып тұра қалып еді. Міне керемет гол кірді. Таза өз командасына қарсы әдемі гол кіргізді. Баскетболшының орта бойы 190-195-ке тең. Әдеттегі адамдардан биік. Кейде баскетболшының бойы орта бойлы баскетболшыдан ұзын болады. Баскетболшы Боб Марианның бойы 222 сантиметр. Допты алып, қолыңды жоғары көтерсең, ары қарай өзің білесің. Тревор мықты баскетболшы, тез жүгіреді, ұзаққа секіреді, ұзаққа допты лақтырады. Және тағы бір пайдасы тиіп қалды. Қарсылас команданың бар айла тәсілдерін білу оңай нәрсе емес. Кейбіреулеріңіз міндетті түрде осы ойға келісетін шығарсыздар. Өмір әділетсіз, өмірге спортқа қызығушылықпен келесің. Жақсы ойнайсың, алайда ген қарсы болуы мүмкін. Және бапкерің бойын келмейді дейді. Ақыры төреші болудан басқа дым жоқ. Арман бәрібір алысқа ұзамайды. Осындайда кездер болып қалады. Төрешінің мынандай биікке секіргені қол шапалақтауға тұрарлық.
әр кезде баскетболшыларда әрқандай сәт болып қалады. Оған бір себеп міне. Адамға сәл допты қайда лақтырайын деп жатқанын білу керек. Негізі бәрі әзіл, ешкім ешкімнің еркектігін алып алғысы келмеді. Бәрі байқаусызда болған әрекеттер. Міне, енді ең керемет сәттерді көреміз. Кез келген спорт түрі өте ауыр жауапкершілікті қажет етеді. Өз-өзіңе ойнасан да, жеңілу әрине оңаюды талап етеді, бірақ ешкімне кінә іздеудің қажеті жоқ. Ал баскетбол басқа сәттерге қарағанда басқаша. Мына сәтте Деккер өз мойнына жүктелген өте керемет сәтті жіберіп алды. Тайғанады, құлады, допты жіберіп алды. Доп қателікті кешірмейді. Мұңаймай тағы бір осы сәтке қарайық. Соңғы бұл сәт ешқашан алдын ала қуанбауға кеңес береді. Уолкер лақтырып болғанша қуанып билей бастады. Бірақ ерте қуандың кем ба? Бүгінге осы достар. Спортта ыңғайсыз сәттер болса және біз оған күлсек, олардың еш жаман жағы немесе ұят жағы жоқ. Өйткені олар естен кетпейтін оқиға, біздің көңіл күйімізді көтеретін. Олар біздің сүйікті ойыншыларымыздың да абыройын түсірмейді. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп және жанына шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, видео осы адамның сұрауы бойынша және бұл ой маған да ұнады. Келесі қандай видео көргіңіз келеді? Комментарийға жазып кетіңіз. Ал ендеше келесі кездескенше.